Сәлем достар, мен сіздермен бүгін лагман цумян жасайтын боламын. Бұл бір жасағаннан өте дәмді, керемет шығатынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен етімізді видеодағыдай жұп-жұқа етіп турап аламыз. Бір айта кетерлік жағдай, етті жартылай қатырсаңыздар, онда оңай тез кесілетін болады. Цумянның толық ингредиенттарын описанияда қалдыратын боламын, ал видеоны соңына дейін қараңыздар. Біздер енді етті маринаттауға кірісеміз. Жұмыртқаны міндетті түрде араластырып алыңыздар. Дәміне қарай тұзымызды саламыз, содан кейін жұмыртқамызды, одан соң 5 ас қасық кукурузный крахмал, 5 ас қасық соя соусын салып, жақсылап араластырамыз. Маринатталған етімізді холодильникке 1 сағатқа қоямыз, немесе 1 түнге қойсаңыздар да болады. Біздер енді цумянға керекті көкөністерімізді турап аламыз. Міндетті түрде видеодағыдай ірілеу қылып тураймыз. Бізде сельдерейдің өзі жіңішке болғандықтан пышағымызды жатқызып турасақ, пішінімізге сай келеді. Бұл пішін бізге цумянға көрік беру үшін керек. Пекин капустасының бізге тек қана қатты жері ғана керек. Сол үшін біз осылай видеодағыдай кесіп аламыз, ал қалған жерін салатқа қолдансаңыздар да болады. Цумянға біз болгар бұрышын емес, жартылай ащы бұрышты қолданамыз. Табамызды қыздырып, майымызды құямыз. Содан кейін маринатталған етімізді салып, бетін жауып бір бұқтырамыз. Етімізді ұзақ пісірмейміз, 10-15 минут пісіріп алсаңыздар жарайды. Өйткені маринатталған ет өте жұмсақ болып келеді. Етіміз жартылай піскеннен кейін бірінен соң бірін овощтарымызды салып отырамыз. Бізге лажжан острый керек болады, өйткені ол цумянның нағыз дәмін беретін соус.
Жартылай ащы бұрышымызбен пекин капустасын салғаннан кейін отымыздың астын өшіреміз. Бізге бұл овощтар буына ғана піссе жарайды. Менде қамыр жартылай піскен, видеодағыдай турап бірінші дайындап аламыз. Табамызды алдын ала қыздырып, май, лазжан және томатты салып, араластырып аламыз. Содан кейін қамырымызды салып, тағы бір араластырып, астын өшіреміз. Қамырымыз қатты пісіп кетпеуі керек. Бір 3-4 минут пісірсеңіздер жарайды. Біздің цомен лагманымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шығатынына сенімдімін. Ас болсын.